Сәлем қыздар, бүгін біз меренговый рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм салқын ақуыз керек. Міндетті түрде салқын түрде аласыздар. Шылдық мүлдем түспеу керек. 200 грамм. Және де шымшым тұз, және де шымшым лимон кислота, не болмаса 3-4 капля лимон шырынын қосасыздар. Белогымызды миксермен миксерлеп, ағарғанша, ұлғайғанша араластырамыз. Үш есе ұлғаю керек. Және де 150 грамм шекерімізді 3-ке бөліп қосамыз. Бұл бізде дайындалып жатқан меренгі. Осылай шекерімізді қосып, жақсылап араластырып, меренгі дайын болғыр. Дайын болған меренганы осылай көтерген кезімізде шүкір болып қалу керек. Формасын сақтап. Енді оған дайын меренгамыздың үстінен 120 грамм сахарный пудрамызды қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Көп араластырып, меренгамызды басып алмаймыз. Осындай сахарный пудрамызды араластырғаннан кейін тоқтатамыз. Пергаменттің үстіне төсеп, бір қалыпты етіп, лопатканың көмегіне не болмаса спатуламен жайып шамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен формаларыңызға байланысты жұқа не болмаса қалыңға жайсаңыздар болады. Міндетті түрде пергаментіңіз асып тұру керек формадан, себебі біздің меренгамыз піскен кезде ісінеді. Текстеп алдым. Бетіне миндальный слайс тастасаңыздар да болады. Өздерің қалауларыңызбен. Және де 160 градуста пісіріп аламыз. 30-35 минут. Суытамыз. Енді ортасына крем дайындаймыз. Ол үшін бізге маскарпоне, 130 грамм маскарпоне, крем чиз керек, 150 грамм. Егер маскарпоне қоспайым десеңіз, 250 грамм крем чизді қоссаңыздар болады. Тек қана крем чизбен де жасауға болады. Екеуін араластырып аламыз, және де 80 грамм сахарный пудрамыз қосамыз. 300 грамм сливкеміз қосып, крем дайындаймыз. Көп араластырып алмаймыз, өзінің арқасына ізін қалдырып, қоюланған кезде тоқтатамыз. Егер көп араласа, кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Енді осылай аударып аласыздар. Және арасынан аккуратно шешіп аламыз пергаментін. Енді ортасына жасаған кремімізді жапшамыз. Аздап бетіне сәндеу үшін алып қаламыз. Осылай бәрін бір келка етіп, бәр жағына жететіндей етіп, жайып аласыздар. Және де ортасына өздеріңіздің қалауларыңызбен жемістер сасаңыздар болады. Негізі меренговый рулет құлпынаймен әдемі. Осындай жуылған құлпынай кесіп толькамен құйып шығамыз. және де
пергаментнің көмегімен басып отырып меренговый рулетімізді ораймыз. Қатты басып жібермейміз, меренгаларыңыз сынып кететін болады. Нәзік көрінбейді ол кезде. Міне осындай. Сәл ғана басамыз. Осындай рулетімізді ораймыз. Енді ортасынан кесіп, подложкамыздың үстіне қойып, үстіне кремін жағып, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Қалған кремнен үстін сәндейміз. Осылай сәндеп алып, ішіне салған ягодаларыңызға байланысты бетінде солай сәндесеңіздер болады. Малинамен де жасауға болады. Мынайды енді бетіне қойып сәндеймін. Біздің меренговый рулетіміз осылай дайын болды. Сіздермен бірге болған Жадия кондитерлік орталығы. Ас болсыңыздар, жасап көріп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар.